Мағанға деген бір қыз баланың сезімі бар екенін мен білетінмін. Бірақ ол өтті, кетті, ұмытылды. Ол мені қолдайды. Ғашық болдым бұл. Жоқ, ол ничего такого не было. Бар ма реніш? Сен маған айтқан жоқсың ғой. Достар, бәріне сәлем, мен есімім Жұлдыз, сіздермен бірге Ақсана групп командасы. Бүгін біз қонаққа ата-аналар мен балаларды шақырдық. Олар қызықты сұрақтарға жауап берді. Қалай шыққанын дәл қазір көре аласыз. Бізбен бірге болыңыз. Менің атым Рамазан Саттарұлы, Евразия ұлттық университетінің әлеуметтану кафедрасының меңгерушісімін, әлеуметтану ғылымдарының кандидатымын, Нұр-Сұлтан қаласының тұрғынымын. Менің атым Саттар Батырхан. Мен 8-ші сыныптың оқушысымын, спортсменмін. Спортта көп жетістігім бар. Саламатсыз ба? Менің жасым 34-те, менің атым Адия. Сүйікті жармын, бақытты анамын. Менің атым Жанбота. Мен 15-темін. 9-шы сынып оқушысымын және де қазіргі кезде өте мектеп жұмысымен жақсы айналысамын. Махаббат деген бірінші философиялық категория. Бірақ әлеуметтанушыларда махаббатты зерттейміз. Әлеуметтанушылар кез келген мәселені түсінікті зерттей алады. Сонда біз махаббатты ерекше бір ықылас, ниет, керек болса жауапкершілік, қайырымдылық, өзара түсінушілік деп анықтаймыз. Жеке өз басыма махаббат ол жауапкершілік бірінші кезекте. Үлкен доверие. До конца не понимаю, что это, никогда не испытывал никому. Махаббат ол жақсы көру мысалы. Мен отанымды жақсы көремін, балаларымды жақсы көремін, сен спортты жақсы көресің. Сені қадірлейтін, сені құрметтейтін, сені жақсы көретін, сенің туысқандарыңды құрметтейтін адамгершілігі бар. Содан махаббат басталады деп ойлаймын. Бір-бірімізді жақсы көріп. Менде түсінігім дәл солай, бірақ кішкене айырмашылығы бар. Мен үшін махаббат деген ол тек қана бір-біріңді анық түсіну. Менің ойымша, егер сен белгілі бір жанды толықтай сезініп түсінсең, қарай арлығы бәрі үйлесіп кетеді. Мағанға деген бір қыз баланың сезімі бар екенін мен білетінмін. Бірақ бір қызығы, мен ол кезде 9-шы класста оқимын да, мен жаңағы мектептегі комитет комсомол секретары болдым. Енді мен сол комитет комсомол секретарының жаңағы статусына, образыма, оны жаңағы коммунистік идеалға сенгенім соншалық, мен өзімді бір ешқандай жаңағы оңды солды жүріске салынбай, адал қызметтемін деп сезініп, ана қызбен оңаша қалғанда мен айттым, айналайын, сен мені жақсы көреді екенсің, сен де маған жалпы ұнайсың. Бірақ енді екеуміз мысалы қол ұстасып, басқалар сияқты ауылдың ішінде жаңағы жүре алмаймыз. Өйткені мен комсомол секретарымын. Мен одан жоғары болуым керек деген сияқтыны келтіріп, онда жаңа ренжітпей, көңілін қалдырмай, өзіме де жаңағы атымнан сөз ермейтіндей қылып, осы жағдайды осылай бір шештім бе деп ойлаймын. 18 жаста болып, ол махаббат па, әлде бұл басқа бір сезім ба? Балалықпен болған бір сезім, оны махаббат деп өзімше ұққаным, бірақ ол өтті, кетті, ұмытылды әрине. Бірақ әлі күнге дейін сондай бір есімде қалып қойған нелері бар. Енді алғашқы махаббат деп айтады ғой. Менде әлі керемет махаббат болған жоқ, тек қана адамның жан тәніне, түріне, тәніне сүйіспеншілік қанақ болды. Керемет бір сүйіспеншілік деп айта алмаймын, тек қана жай ұнау болды. 7-ші сынып оқып жатқанда мен кәрістер тобын туралы білдім, ол BTS тобы, сол топқа ғашық болдым бұл. Соны айтып отырсың ба? Мен бір жігітті ойласам, или құрбыңды, или сыныптастарыңды солай айтпайсың? Осыдан бір 3-4 жыл бұрын ол өзінің нағашы апасымен сәл-пәл бір дөрекі сөйлегенде қолынан ұстап келдім де, жаңағы сол нағашы апасынан мен кешірім сұрадым. Мама, сіз енді мына немереңіздің, мен жиен немереңіздің осы мінезіндегі несін кешіріңіз, бала кешірім сұрамаса, мен сенен кешірім сұраймын. Өйткені бұл түсінбей тұрса, демек мен оны түсіндіретіндей тәрбие бермегенмін деген бір осыдан 1-2 жыл бұрын жағдай болды. Мен сен есіңде жоқ, мен есімде бар қой. Все помню, ничего такого не было. Көп, но стыдно сөйлеген. Ешқашанда қателік жасап, немесе
Мен ол үшін қызарып, ондай болған да емес, болмайды да, толықтай сенемін. Мен қызым бар жерде басымды тік көтеріп, тік ұстап, әрине жоқ, ондай кездер болған жоқ. Менің да ойымша, менің анам ешқашан мен өйтіп қызаруға ештеме жасаған жоқ, айтқан жоқ, ойлаған да жоқ. Мен сондай тұжырымға келдім. Енді бұлардың ерекшелігі қазір сөз қайтарады, ақылдасады, жаңағы өздерінің айтқанымен жүргісі келеді. Бір енді балама қатты ренжідім деген менде әлі реніш жоқ ондай. Реніш ашылды жоқ. Бар ма реніш? Са бересің. Посуда жумасаң са береді, соған ренжіш. Енді посуда жумасам болмайды енді. Вот сен посуда жумаған кезде мен ренжимін. И сосын мен бірдеңке айтамын, ол ұмытып қалады. Сосын айтады, сен маған айтқан жоқсың ғой деп. Соған ренжіп қаламын. Кейбір кездерде бір керемет ренжіш, онда ештеңе жоқ, болған жоқ. Бұның өкпесі қара қазандай, короче, маған. Мен оған қатты ренжіген жоқпын, ол маған қатты ренжиді екен. Менің кеңес әскерінде 2 жыл бірге әскер қатарында болған менің Батыр деген досым бар. Енді сол досымның құрметіне жаңағы Батырханның Батыр содан келді, енді хан деп өзінің жаңағы Дастан деген ағасы бар, сол ханды қосайықшы деді. Олдың аты жөні Саттар Батырхан. Қызымның атын таңдаған жоқпын, қызымның аты өзінің апасы қойды. Ол кезде ондай атты да естімеппін. Перзентханаға келген кезде Жанбота деп айтты маған, соны қайта-қайта ұмытып, еще қағазға жазып қойдым Жанбота деп. Оны ана медсестралар не ішіндегі сұрайды, баланың атын қойдым ба, қойдым қазір деп. Кішкене ол құлаққа қызық естілді, бірақ қазіргі кезде 16 жыл өте бұл ат енді бұған күшті жарасады деп ойлаймын. Бір ерекше аттардың бірі. Ол мені қолдайды, мені де қолдамайды. Бәрімізді ол жақсы көреді. Біз отбасымызды көмектеседі. Жаңашылыққа қызығады, өзінің достарына адал, достарымен тату, өзінің мүддесіне сай болмаса да, сол қасындағы өзінің бір 3-4 жақсы достары бар. Айтқан тыңдап, соларға бір ортақ іс бастаса, солармен атқарып отырсады. Досқа адалдық деген өзім жоғары бағалаймын. Мен жаңағы әдемілікті, эстетикалық өзінің талғамын жетілдіруге тырысады. Алдымен ол әрине оның шыншылдығы. Бірдеңке дұрыс болмай қалса, ол әр кезде маған тура айтады. Осылай да осылай. Мен және онымен келсем, және ойлаймын, менің анам айтпаса, оны кім айтады деп. Оның маған деген сүйіспеншілігі, ол мені әрдайым қолдайды. Ешкімге мені ренжітуге бермейді. Я тыңдай біледі, бірақ кейбір кезде ұмытып қалады. Және де ол менің көңіл күйіме қарайды. Әрдайым қас-қабағыма қарап жүреді. Сол қасиеттерін мен өте қатты бағалаймын. Тік мінезіңді жақсы көремін. Менен де өткен сондай бір шыншыл, сондай айта салады. Қой Жанбота ят болады дегенді кішкене. Бірақ ол дұрыс деп санаймын. Бәрі история, каждый по-своему смешной и важный. Особо таких нету. Я такое не запоминаю особо полностью. Енді біз ауыл баласы болғаннан кейін үлкендердің бір атқа мініп жүргеніне қызығатынбыз. Сол кезде мен өзім 6 жаста болып, әкеме осылай күз келгенде болмай, жылқыдан өзіме бір тай алғыздым. Тайды өзім үйретіп, өзім мініп алдым. Енді кішкентай тай құлын ол асау болмайды енді. Күндіз түні мінгеннің арқасында, ол кезде оған жаңағы ертоқым салмаймыз, жайдақ мінесің ғой. Сол жаңағы жайдақ мінгеннің арқасында ана тайдың жауырыны мен бүйірі тура менің жаңағы мына саным мен аяғымның ізі болып контуры шыққанда, нағашым ана тайды көріп қатты күлген. Балама мына тайдың жаңағы жүн түсіріп жаңағы етіне жетіпсің ғой деген. Бір рет анам мені қыс болды, ол жұмысым кетті, және де есікті құлттап кеттім. Мен үйде отырдым, және де менің көрші құрбыларым мені далаға шақырды. Жинала бастадым, бір кезде көрем, аяқ киімім келтіріп тұр пештің үстінде. Ол пеш өте биік болған, себебі онда қызық болды. Сол кезде ойладым, мен қазір аяқ киімді алып шығуым керек. Шықпаса, менің құрбыларым болды, таста кетеді, болды, мен өмірім бітеді осы жерде деп көсеуді алып, соның бәрін ала бастадым, бірақ сонда ештемені алмадым. Бірақ қана аяқ киімді түсірдім.
екіншісі сөйтіп жарты бүйтіп пештің үстінде осылай қалды. Сосын мен далаға шығып кеттім тапочкамен. Үстімде куртка, шапка, шарф, қолбағым бар, бірақ тапочкамен. 5 жасқа толған кезде марқұм әке шешем маған сыйлық жасады, маған туған күн жасады. Сол туған күнге бұрынғы бір үйлер бар ғой, андай 5 этажды квартиралар, 3 үйдің балаларын бүкіл бәрін шақыр деді маған. Бір үйде неше 100-120 квартира болса, 3 үйде қаншама квартира. Бірақ енді әр қайсысында бала жоқ қой, енді кіммен араластым. Енді шақырғаным бір 50 бала, наверное, солай болды. Соны бізде кішкентай шағын ғана квартира болды, 30 квадрат, соны бәрін сыйдырып, соны бәрін сондай бір керемет туған күн болды, естелік болды маған. Сол туған күнімде маған құлағымды тесіп, сырға тақты, естелік болып қалды, Еңбекқорлық, табандылық, адалдық. Ал енді бір кәсіби қабілеттерден ол жаңағы қарым-қатынасқа орнату, коммуникация амалдары және де жаңашыл болу, осы қасиеттер сенде болсын деп кеңес беруші. Сені тыңдаймын, но менің өзім пікірім, өзім ойым бар. Сол шешімді мен өзім қабылдаймын. Қандай кеңес маған бересің? Сен менің ақылшымсың ғой. Не болса да ешқашан уайымдама, сенің жүйкеңе оның бәрі это того не стоит. Солай ма, жарайды. Сабырлы бол, Жанбота. Сабырлы, көп ашуланба. Ақылды бол. Ал егер де сіз балаңызбен бірге осы жобада қатысқыңыз келсе, біздің Ақсана Инфо Инстаграм парақшасына немесе төменге жазыңыз. Löпілдеріңізді аямай достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.